өзің ол ағаң мінезі сондай деді. Енді анау біз романдарын оқығанменен көзбен көргендей болмайды екен әсері. Содан маған да кезек келді. Мен жазып болғанда оқып беру оңай ғой. Оқып кетіп бара жатыр едім, 2-3 қадым мінбеден ұзап. Ей деген айқай шықты. Бұрылып қарасам, орнынан түрегеп тұр екен. Бергел деді. Соны бір басып, 2 басып, қасына бардым. Ана жазғаныңды маған қалдыр деді. Ертең сағат 00:09-да маған келесің деді. Келесі жылы Баукең Сарыағашқа демалуға барған екен. Мені іздепті. Мен көктемгі сессияны тапсырғаннан кейін 1 апта демалыс болады ғой студенттердің. Соны мен ауылыма кетіп қалып ем. Оқытушы Мүслім Қожықов деген кісіге хат қалдырыпты. Мамытбек қарағым, сені іздеп таппадым, қатты өкінемін депті.